Әлди-әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Жылама бөпем, жылама, жілік шағып берейін. Байқы таңның құйрығын жіпке тағып берейін. Бесікке бөлінген сәбиді, немесе бесік көрсек бірден бесік жыры есімізге түсері анық. Сол бесік жырының тарихын білеміз ба? Әлди ақ бөпем деп басталатын тән жолдарындағы әлди сөзінің мағынасын ойланып көрдіңіз бе? Аңызға сүйенсек, бесік жырын ең алғаш орындаған Хауа ана деп айтылады. Бірде ол егіз ұлын жұбата алмай қиналып отырады. Сол кезде көктен 7 періште түсіп, Алла, Алла, Алла деп Алланың атын әдемі әуезге салып әндетеді. Әдемі әуенге елтіген Хауаның бөбектері жұбанып, тәтті ұйқыға кетеді. Ән анасына да ұнап қалады. Ол періштелерге, маған да үйретіңдер деп өтінеді. Періштелер Хауаға 7 күн бойы әлди әуендерін үйретіпті. Кейін Хауа ана өзінің барлық балаларын сол әнмен тербетуді әдетке айналдырады. Бұл әуез дами келе бесік жырына айналған екен. Қазақтағы әлди ай деп басталатын бесік жырының төркіні Хауа ананың Алла деген әуеннен шыққан деседі. Ертеде бесік жырын үйретудің арнайы мектебі болыпты. Бесік жырының мазмұнына, әуезіне қатты мән берілген. Тәжірибелі аналар оның илахи мазмұндарын таза сақтап келіндеріне үйретіпті. Бесік жыры жайлы Алла наме, әлдинаме деген ескіше жазылған кітаптардың да болғанын айтады. Енді сол бесік жырының ескі нұсқасын ұсына кетейін. Әлди ай. Әлди, бөпем, құп бөпем, бұл сөзімді ұқ бөпем. Лә иләһә илалла көкейіңе тұт бөпем. Әлди ай. Әлдилетіп, тербетіп, бір құданы жыр етіп. Бесік жырының құдіреті жайлы ел ішінде мынадай ғибратты аңыз сақталған. Ертеде бір зұлым патша болыпты. Ол қанша жерден шаттанып өмір сүргісі келсе де, ылғи көңілін езіп тұратын түсініксіз дерттен айыға алмапты. Бәлкім, ән күй тыңдасам дертімнен айығармын деген дәмемен аймақтағы атақты әнші күйшінің бәрін сарайға жинайды. Көмейіне бұлбұл ұя салған неше түрлі жез таңдай әншілер жарыса ән шырқайды. Бірақ бірде бір әуен патшаның шер қатқан қатал жүрегін жібіте алмайды. Көңіліндегі мерезінен айыға алмаған әмір бәрін зынданға тастайды. Сол кезде бір әншінің анасы келіп, патшадан ұлын босатуын сұрайды. Патшаның қабағына мұз қатып ашуланып отыр екен. Ол, ұлым менің жүрегімді жібіткенде, мен оны зынданға тастамас едім. Бойыма шаттық сыйлап көңілімді жібіте алмады. Жүрегіме қатқан шер қашан тарқайды, сол кезде босатамын депті. Сонда анасы ыңылдап бесік жырын айтып бастайды. Әлди әуенін тыңдап отырып, әміршінің жүрегі жұмсара береді. Ақырында анадан алғаш туған кездегі періште халі есіне түсіп еңіреп жылайды. Көңіліне қатқан шер мен дерттен айыққан соң барлық әншіні босатып, мен бесікте жатқанда әлди жырын тыңдамаған едім. Содан құлағымның құрышы қанбай қалған. Үнемі көңілімді зіл басып, айналамды жек көріп тұрушы едім. Жанымдағы жараны жазып, сіз мені жібіттіңіз деп анаға алғыс айтып, тарту таралғы сыйлаған екен. Бесік жыры қара тасты да ертер деген сөз осыдан қалыпты деседі. Міне, халқым бесік жырының құдіреті туралы білдік, енді бесіктегі бөбегімізді әлдимен ұйықтатып, саналы ұрпақ тәрбиелейік.